Заманның заңғар тұлғасы өткен мен бүгіннің арасындағы көпір. Әр сөзінде өмірдің мәні, әр қатары мәңгілікке жазылған із. Бұл ардақты елдің жан қастары жайқалған тарихы. Ұрпақтарға қалған рухани мұра, ой мен сезімнің арасындағы үндестік. Әр таңғы шапағадай жаңғырып, қаламның күшін сездірген әңгіменің даусы. Бүгін біз сол заңғар тұлғаның ізін басып, өмірдің әр қағазына, әр жүрекке үміт пен шабыт сыйлаған сөзбен үйлестірілген ғажайып әлемге қадам басамыз. Құлагер, бұл әңгіме, бұл дәуірдің нағыз айнасы. Сіздерге ұсынылады Ілияс Жансүгіровтің өнер тақырыбына арналған Құлагер поэмасы 19 ғасырда әйгілі қазақтың әншісі, ақыны Ақан Сері Қорамсаұлының өмірі жайлы. Автордың ақындық талантын танытқан бұл поэма 1937 жылы жазылған. Поэманың негізгі идеясы ақынға деген халықтың махаббаты мен құрметі, сол қиын замандағы зардабы мен қасіреті. Ақанның құлагерге арналған осы тұңғыш әдеби әрі тарихи туынды. Менің атым Ақан. Бурабайдан келген әншімін. Күй-күйіп көзге қараш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер қанат. Ақын Сағынайдың асын шебер суреттеп берген. Қазақ халқының ескі дәстүрлерін дәріптейді. Бірнеше рет аламан бәйгенің алдын бермей, даңқын бүкіл арқаға тараған құлагер 1876 жылы Сағынайдың асында қастандықпен өлтірілгені белгілі. Жан досына айналған құлагерге жасалған қастандық Ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Құлагер бұл жай ғана поэма емес. Бұл бүкіл ұлы даланы қамтитын тарихи туынды. Құлагер ұлт рухының мәңгілік әні, өмірдің мәнін, шындықтың сырын айқын бейнелейтін негізгі жыр. Әрбір таң, әрбір сәт бұл поэманың шеберлігін, жан мен сананың үндескен әуесінен еске алады.